Бүгінгі жұма уағызының тақырыбы әрбір істе тиянақты болу. Жалпы тиянақтылық жайында. Құранда Алла Тағала айтады: "Астаизу билlah. Аллази халақал маута вал хаята лиябилуакум айюкум ахсану амала." Ол, яғни өз жайында айтып жатыр Алла Тағала. Сондай Алла сендердің қайсыларың ең көркем түрде жақсы іс жасайтындарыңды сынау үшін өлім мен өмірді жаратты дейді. Өмір мен өлімнің жаратылуындағы бір хикмет, бір мақсат Алла Тағала біздің істерімізді сынау. Ол жай ғана қайсысын істейді екен деп тұрған жоқ, қайсысын ең көркем түрде, ең жақсы бейнеде істейді екен деп тұр дейді. Осы жердегі ахсана деген сөзді ғалымдарымыз итқан, яғни тиянақтылық, бір істі бастаса, соны тиянақты қылып бітіру деп түсіндіреді тәпсір ғалымдары, жаңағы аяттың мағынасын. Бұған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына бір хадисі де дәлел болады. Инна Аллаха юхиббу иза амила ахадукум амалан ан ютқинаху дейді. Алла Тағала сендердің біреуің бір істі істеген кезде, ол мейлі бір құлшылық, ғибадат болсын, мейлі ол дүниенің істері болсын, тиянақты қылып істегендерін жақсы көреді дейді. Не істесеңдер де тиянақты қылып істегендеріңді жақсы көреді дейді. Бұл жердегі айтқан біз тиянақтылық деп отырғанымыз, соны барынша жоғары деңгейде жақсы қылып, не істесе де сапалы қылып істеу ғой енді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз туралы айтқан кезде бір хадисі бар ғой. Намаз оқыған кезде ең соңғы намаздарың сияқты қылып оқыңдар деген хадисті естіп жүрген шығарсыздар, иә? Мына осы оқып атқан намазым ең соңғы намазым деп сондай бір біліп, сондай бір сеніммен оқыңдар деген хадистер бар. Осы жерде ғалымдарымыз айтады, неге олай деп жатыр? Неге ең соңғы намаз? Енді адам соңғы рет істеп тұрған ісі Алла Тағаланың алдындағы ең соңғы мінәжаты екенін білсе, оны барынша ықыласпен, ананы мынаны ойламай, жаңа Құранның аяттарын асықпай, Фатиханың өзінің жаңағы созатын жерлерін созып, әр әріптің өзінің хаққысын беріп тұрып оқиды ғой. Рукухта да асықпай, еңкейіп тұрып, сәждеде жаңағы тасбихтарын түгел айтып, тіпті артығымен 5, 7, 9 қылып айтып, солай жақсылап тұрып оқиды. Өйткені ол соңғы намазы, осыдан кейін намаз жоқ. Бұны ғалымдарымыз айтады, бұл бүкіл іске мысал дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мұсылманға ең жақын болған намазды мысалға келтірді. Күнде 5 рет оқып жүрген намазың бар ғой деп, соны мысалға келтірді. Ал осыған қарай адам бүкіл амалын солай жасау керек дейді. Әрбір ісін ең соңғы ісім деп істесе, адамдармен қарым-қатынас жасаған кезде де, мен мынаны бүгіннен кейін көрмей қалсам не істеймін? Ертең мен мынау өмірден өтіп кетсе не істеймін деген сезіммен жүретін болса, адам ешкімнің көңілін қалдырмайды. Солай бір-бірімізге ренжулі күйде өтіп кетсек не болады деген қорқыныш тұр ғой жағында. Ешкімнің ақысын жемейді. Өйткені мен оған ақымды қайтарып, немесе одан кешірім сұрап үлгермеймін деген нәрсе жатыр да. Сол сияқты ол жақсы істі ертеңге қалдырмайды. Келесі жұмада барам, одан кейінгі жұмада барам деп жүрмейді да ол. Одан кейін жұма болмай қалса не істеймін деген нәрсемен ол бүгін барады. Бүгін жақсылап істейді оны. Көрдіңіз, әрбір істі тиянақты қылып жасау деген сол. Енді бұның оразаға қатысты жағын айтсақ. Бәріміз ораза ұстап жатырмыз. Аллаға шүкір, бізде қарап отырсақ, намаз оқитындардан көрі негізі ораза ұстайтындар көп. Білесіздер ғой, байқайсыздар ғой. Бір себебі мен ойлаймын, адам оразаны оңайда ойлайтын сияқты. Намаздан көрі оразаны оңайда ойлайтын сияқты. Ал бірақ шын ойланып келсек, намаздан көрі ораза қиын. Өйткені намаз деген ғибадат, қазір міне жұма намазын оқимыз ғой, парызын алайық, 2 рекатта. Бір әрі кетсе 8 минутта бітетін шығар. Такбир алып Аллаху акбар деп бастағаннан ассаламу алейкум сәлем бергенге дейін 8 минут кететін шығар әрі кетсе. Сенің ғибадатың 8 минутта аяқталып қалды. Сол жерде ойыңды жинақтап, бар ықыласыңды жиып, ынтаңмен Алла Тағаланың алдында тұрғаныңды сезініп тұрсаң болды. Ал мынау ораза ғибадаты ол 12-15 сағатқа жалғасады. Қараңыз да, ондаған
10-нан астам сағат бойы адам ғибадаттың үстінде, ғибадаттың ішінде тұрады. Және сол ғибадаттың талаптарын, шарттарын сақтап тұрады да. Намазда айтып жаңа айтып отырмыз. 10 минут, 15 минут. Бәрі сүннетін бәрін қоссаң бір 20 минутке баратын жары. Әйтеуір бітеді ол. Болды, мойнынан түсті. Ал ораза ол күні бойы жалғасады да. Және ол 30 күнге созылады. Ал енді ол ғибадаттың үстінде тұрғаннан кейін оның да талаптары бар ғой. Ғалымдарымыз мұны былай деп түсіндіреді. Ораза туралы жазылған кітаптардың барлығында хифзу саум деген тақырып бар. Оразаны сақтау деген. Азанда ауыз бекітіп тастау бар. Кешке шам намазың уақыты кірген кезде күн батқанда ауыз ашу бар. Сол екі ортаның барлығы ораза, ортаның барлығы ғибадат деп жатырмыз ғой. Енді сол оразаны сақтау бар екен да. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ораза туралы айтқан кезде бұл ораза қалқан, сендерді қорғайды, құтқарады. Енді ешкім өзінің қалқанын бұзбасын, қиратпасын дейді. Мына сені Алланың азабынан, тозақтың азабынан, қабірдің азабынан құтқарып тұрған ораза деген қалқаныңды сен бұзба, теспе, жыртпа дейді. Немен деген кезде аузынан шыққан күнә сөздермен, қолынан шыққан күнә істермен сол оразаны бұзып алма дейді. Оразаны сақтау деп отырғанымыз осы. Сондықтан ораза ұстаған адам ең бірінші кезекте әрине ол ниет қой. Ниет етті, Алла ризалығы үшін мойнында мұсылмандық парызы болған Рамазан айының бір ай оразасын ұстау. Енді әр күні ниет етеді ғой, бөлек-бөлек. Жалпы бір ай оразаға ниет ету және Алланың ризалығы үшін деп сену ол ең басты міндеті ғой. Одан кейін оразаны сақтап жүру деп отырғанымыз күні бойы ауыз бекіткеннен ары қарай адам көзіне еге болу керек. Адам тіліне еге болу керек. Адам мына қолымен істеген істеріне еге болу керек. Әйтпесе ол ана ұстап жатқан оразаның сауабын жей береді, құрт сияқты жей береді. Әйтеуір мойнынан парыз түседі, бірақ сауап қалмайды. Ғалымдар осылай түсіндіреді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі солай түсіндірген. Егер жаман сөзінен тыйылмаса, жаман ісінен тыйылмаса, оның таңнан кешке дейін аш жүргенінің керегі жоқ дейді. Одан пайда жоқ дейді. Түсіндіңіздер ме? Енді жеке-жеке тоқталсақ, көзді сақтау деген Құранда Алла Тағала айтады. Құл лил муъминин, ей пайғамбар, сен анау мүміндерге айт, мұсылмандарға. Яғудду мин абсарихим дейді. Көздерін төмен түсіріп жүрсін дейді. Ол деген сөз жаңағы ұятсыз нәрселерге қарау, әйелдің әуретіне қарау, мейлі ол тірілей болсын, мейлі мынау телефоннан болсын, телевизорден болсын, ашық-шашық, ұятсыз жаңағы видеолар көруін мысалға. Бұның барлығы оразаның сауабын құртады. Құрашин ерінің кеуі батыр, тамағын кеуі батыр, бірақ сауап жазылып жатқан жоқ. Осындай болып қалуы мүмкін. Сондықтан адам ең бірінші көзіне еге болу керек. Көзін тыюы керек. Бұл тек оразада ғана емес. Былайынша уақытта да парыз негізінде, былайынша уақытта да адам көзін тыйып жүру керек. Бірақ неге оразамен байланыстырып айтып жатыр? Қасқау таңертеңнен кешке дейін аузын кеуіп жүр ғой, соның ең болмаса сауабын алсайшы деген жанашырлықпен айтып жатыр да ол жерде. Одан кейін тіл деп отырғанымыз, мынау енді адам болғаннан кейін адамның ең үлкен айырмашылығы басқа жаратылыстардан сөйлеу ғой өзі. Біз сөйлейміз. Бір-бірімізбен сол тіл арқылы қарым-қатынас жасаймыз. Тіл табысу дейміз ғой жаңағы адамдар. Сол сияқты қазір міне бос отырмыз. Жаңағы намаздардың арасында, ерте келіп қойған уақытта, біреуді күтіп отырған кезде, басымыз құралып қалған кезде, ауыз ашардың өзінде тіпті айда бастаймыз ана аяқтан. Өзімізге қатысы бар ма, жоқ па, танимыз ба, танымаймыз ба, білеміз бе, білмейміз бе, бәрін айтып шығамыз. Бірақ соның арасында біреуді жаңағы ақысына кіреміз да біз. Артынан жаман сөз сөйлейміз. Жарайды, анау ар жақтағы біреуге бармай қойық, мынау арамызда күнде жүрген, бірақ сол ортада болмай қалған адамды тілдейміз, ғайбаттаймыз, оның іс-әрекетін талқылаймыз. Мысалы, осы істердің барлығы неге жатады? Оразаны жаңағы бұзатын. Мына ораза қалқан болса, сол қалқанды қирататын істерге жатады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол үшін не істеді деді? Тіліңе еге бол деді ғой. Муаз деген сахаба сұрады. Алланың елшісі маған жақсылықтарды айтшы деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, жақсылық, исламның ең үлкен жақсылығы мынау. Одан үлкен жақсылығы мынау. Исламдағы жақсылықтардың ең шыңы, төбесі мынау деп бәрін айтып келді де, ең соңында айтты, ей Муаз, мен саған бір істі айтайын. Егер соны істесең,
бағанадан бері айтып жатқан жақсылықтың бәріне қол жеткізесің деді ғой. Сонда Муаз қуанып кетіп, Алланың елшісі, соны айтпайсыз ба бірден? Содан бастамайсыз ба бірден дейді. Одан бастамай тұрған себебі ол ең қиыны ғой. Сонда мына тіліңе еге болсаң, бағана айтылған жақсылықтың бәріне қол жеткізесің дейді. Қараңыз да. Тілі адамның мына жүректің айнасы дейді ғой, жүректе не бар соны шығарады да ол. Адам өзі іштей пасық болса, адамдар туралы сондай бір пасық ойлар айтады. Адам өзі сондай бір іштей күнәға әуес, нәпсі құмар біреу болса, адамдардың барлығын солай ойлайды да солай айтады. Көрдіңіз, Рамазан айында оразаны сақтаудың бірден бір жолы не екен? Ол тілге еге болу екен. Одан кейін барлық бүкіл дене мүшелерің ораза ұстасын деген ғалымдардың сөздері бар. Ол харам нәрселерді істемеу, ешкімнің ақысын жемеу, біреуге қолың ұшын тигізбеу, артық біреудің затын алмау, бұл нәрселердің барлығы кісі ақысы деген негізінде исламда біз ойлаймыз, өткенде де жұмада айтып жатырмыз, тараух уағыздарында да айтылып жатыр. Алла тағаланың мынандай бір құдси хадисі бар. Алла тағала айтады: ей пенделерім, ей құлдарым, мына менімен араларында болған күнәнің бәрін мен кешірем дейді. Тәубе етсең, кешірім тілесең, соған шынымен өкініп, көзіңе жас алмасаң да ішіңнен бір жылағандай болып өкінсең, мен кешірем дейді. Алла тағала айтады: менің жомарттығым, кешірімділігім мен кең ол. Менің мейіріміме барлық нәрсе сыйып кетеді деген аят бар ғой. Алланың мейіріміне бәрі сияды. Бірақ араларында болған ақыларды дейді, өзара кешірім сұрасып келіңдер дейді. Мен оған кешірім жетпейді дейді. Қараңыз. Өйткені Алла тағаланың кешірімді деген сипатының есімінің алдында әділ деген есімі тұр да. Алла тағала әділ. Ол сізді біреуді жылатып, еңіретіп, Алланың алдына барып, Алла, мен тәубе еткем, сол үшін өкінем, кешіріңіз, кешірім сұраймын десең, ол кешірмейді. Ана көз жастың егесі кешірмейінше да. Өйткені Алла тағала әділ деп отырмыз. Сол үшін не дейді жаңа құдси хадисте? Менің алдыма маған қатысты күнәлармен келе бер дейді. Шын тәубең болса мен кешірем. Бірақ біреуге, басқа өзің сияқты бір құлыма, пендеме қатысты күнәң болса, сен оны өлмей тұрып, дүниеде айырбастасып, дүниеде кешірім сұрасып, ақы алмасып келіңдер дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан адам ораза кезде болсын мейлі, немесе ораза емес кезде болсын, мына іс-әрекет жасайтын кезде, шешім шығаратын кезде, бір іске қадам басатын кезде, бұл жерде ешкімнің ақысы жоқ па, соны ойлау керек та. Мен біреудің ақысын алып қойып жатқан жоқпын ба? Біреуге тиесілі малды алып жатқан жоқпын ба? Біреуге тиесілі бөлінген ақшаны алып жатқан жоқпын ба? Біреуге тиесілі жер телімін алып жатқан жоқпын ба? Біреудің кезегінің алдына түсіп кетіп жатқан жоқпын ба? Деген сияқты мына әлеуметтік көп қой мәселелер елдің, халықтың арасында жүргеннен кейін. Сондай кезде де ойлап, кішкене қорқып, кісі ақысынан абай болу, ол оразаны сақтаудың бірден бір көрінісі. Одан кейін, құрметті бауырлар, осы бір жаңағы тиянақтылыққа келетін тағы бірден бір іс, мұсылманның 5 парызын түгендеу. Біз енді мұсылманбыз, мұсылманның 5 парызы бар деп оны мына кішкентай баладан бастап қартайған қарт кісіге дейін бәріміз білеміз. Бәріміз білеміз. Және ол қиын да нәрсе емес. Міне оразаның өзіне шыдап отырмыз ғой. Бәленбай сағат аш сусыз жүрген адамға 2 рекағат, 4 рекағат намаз оқу, ол қиын емес. Ең ұзақ намазымыз 4 рекағат қой. Одан артқан жоқ та. Рекағат не үшін рекағат деп аталады? Ол рукух деген сөзден шығады ғой мына. Еңкейесі ғой намазда былай. 4 рет еңкейесі, намаз бітеді ғой, болды ғой. Сонымен есептейді. 2 рекағат десе, демек 2 рет еңкейесің. Екеуі бір сөз ғой, содан шығады да. Сонда қарасаңыз, сол намаздың өзін бізге шайтан не істейді? Оны үлкен бір ауыр іс қылып көрсетеді. Ай, сен қазір оны өйтесің, бүйтесің. Ой-бой, оны алып жүру керек. Алып жүретін дымы жоқ оның. Ол ауыр зат емес, оның салмағы жоқ. Ол сенің жүрегіңдегі иманыңның талап етіп тұрған амалы ғой ол. Біз ойлаймыз, бір оған бір әулие болу керек, бәрін тастау керек, соны күнәлардың бәрінен тыйыл. Әулие болсаң, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан асқан әулие жоқ, одан асқан тақуа жоқ та. Бірақ сол бізге айтып тұрды, сендерді күн сайын күнәларыңнан тазартатын бірден бір амал ол намаз деп тұрды. Қараңыз да. 5 уақыт намаз араларында күнәлар жуып шаяды дейді.
Рамазан бір жылдың күнәсін шаятын болса, сіздің 5 уақыт намаз күнде күнәңіз жуып шаяды. Және тағы бір қорқыныш бұл жерде, адам енді ертең маған анау болмай қалады, мынау болмай қалады, ананы істеуге болмайды, мынаны істеуге болмайды деп кейбір күнәларын қимай жүруі мүмкін да. Иә, күнәнің өзінің бір құмарлығы бар, өзінің бір шахауатқа әсері бар. Бірақ намаздың рахатын, намаздың ләззатын татқан адам кейін ана күнәні ойламайды да. Өйткені ол нағыз рахаттың не екенін көрген жоқ та әлі. Ол алдамшы, мына шайтанның көз бояп рахат, мынау ләззат деп ұсынып жатқан нәрселерін көріп жүр ол. Ал бірақ нағыз сенің жаның, мына рухың қалап тұрған нәрсені әлі көрген жоқ та. Ал егер соны көрсе, ол ананың барлығы бос нәрсе болып қалады. Одан кейін қызықпайды да ол. Адамның қорқатын сол ғой, ертең мен намазды бастап, кейін мына күнәлерімді қайттан істеп қойып жатсам ұят емес пе? Бір қиянат болмай ма, намазбен ойнаған болмайын ба, Алланың алдында жазып қалмайын ба деген сияқты қорқыныштар болады, рас. Бірақ намаздың құдіреті, қасиеті сол жерде ғой. Ол ана күнәні ұмытып тұрады. Егер дұрыс, шынайы оқылып жатқан болса, ниеті дұрыс болса, Алла разылығы үшін оқып жатқан болса, намаздың қасиеті сондай, ол ана күнә, анау жаңағы нәпсі құмарлықтардың барлығын ол басады, ұмытып тұрады ол. Құранда Аллах Тағала айтып тұр ғой, бұл намаз арсыздықтан, ұятсыздықтан, бүкіл мұнкар деген бүкіл күнәнің атауы ғой, соның бәрінен тыяды дейді. Адамды тыяды намаз деп. Алланың уәдесі хақ. Айтқан сөзі орындалады Алла Тағала. Бірақ біз соған сенбейміз. Шайтандікіне сенеміз да бірақ. Өйткені ол алдайды ғой, неше түрлі жаңағы ойдан, мынаннан шығып, аннан шығып. Адам алейхиссаламды алдап түсірген шайтан, ол біз не тұрамыз оның қасында? Көрдіңіз ме? Сондықтан тиянақтылыққа не үшін қосып жатырмыз? Тиянақты адам, ұқыпты адам деген сөз ғой. Ал ұқыпты адам мұсылман ретінде өзінің 5 парызын түгендеп жүреді да. Осы Рамазан айында намаз білмейтініміз намаз үйреніп алайық. Онда тұрған еш қиын нәрсе жоқ. Намаз деген не деген кезде ол қимыл дейді, ғалымдарымыз айтады. Белгілі бір уақыттарда, белгілі бір қимылдардан тұратын құлшылық дейді. Қараңызда, таңның, асырдың өзінің уақыты бар ғой. Сол сияқты өзінің қимылдары бар. Ең парыз ол жерде қимыл. Еңкейсеңіз, маңдайыңыз сәждеге тигізсеңіз, сол нәрселер. Қалған оқылатын, тұрғанда оқылатын, отырғанда оқылатын, жаңағы еңкейіп тұрғанда оқылатындардың бәрі ол сүннеттер. Онсыз да намаз дұрыс бола береді. Ол жаймен жүре бара түгенделе береді. Намаз бастағандар өздеріңіз білесіздер ғой, құнут дұғасын жаймен кейін әйтеуір 1 жыл, 2 жылдан кейін жаттап алдыңыздар ғой. Оның өзі 4 қатар болса да. Сөйтіп жаймен түгенделе береді. Намаз ол өмір бойы толғатын ғибадат та. Мен қазір намазды бастадым, болды, мен намазхан болып кеттім деген әңгіме жоқ ол. Намаз өмір бойы толығып, өмір бойы кемелденіп тұратын ғибадат. Сіздің былтырғы намазыңыз бен биылғы намазыңызды салыстыра алмайсыз. Өйткені сіздің былтырғы біліміңіз бен биылғы біліміңіз бөлек қой. Сіздің Алла туралы танымыңыз үлкейген сайын, оның аясы кеңейген сайын, сіз шариғаттан, ақиреттен біліміңіз толыққан сайын сіздің намазыңызға тікелей әсер ете береді ол. Сонымен сіздің намазыңыз да күшейе түседі. Көрдіңіз, намаз деген өле-өлгенше оқылатын ғибадат сол үшін. Құранда Аллах Тағала айтты: "Уабуд раббака хатта яътиякал яқин." Саған өлім келгенше, ей пайғамбар дейді, пайғамбарға айтып жатыр. Саған өлім келгенше Раббыңа құлшылық қыл дейді. Намаз оқы деген сөз ғой. Көрдіңіз, өле-өлгенше жасалатын ғибадат. Сондықтан мұсылманмын деген адам шынымен шынайы мұсылман болу үшін сол Алла Тағала парыз еткен мойнындағы ол бәріне бірдей 5 парыз болмайды ғой. Мысалға, ораза, намаз бәрімізге бірдей парыз болғанымен малы жоқ адамға зекет парыз емес. Я барып келетін қаражаты жоқ адамға қажылық парыз емес. 5 парыздың ең біріншісі болған ол ашхаду алла илаха иллаллах деген біздің калима иман келтіруіміз. Ол өмірде бір парыз. Өміріңізде бір айтсаңыз болды, мойныңыздан түседі. Оны күнде, жылда, 10 жылда бір айтып тұр деген нәрсе жоқ та. Сонда қалған осы намаз бен ораза екен да. Екеуі бір-біріне серік. Осы екеуінің арасын ажыратпай толық ұстау ол нағыз мұсылманның тиянақтылығының бір белгісі. Одан кейінгі мәселе аманат деген тақырып бар дінімізде. Аманатқа берік болу, аманатқа ұқыпты қарау деген. Ол аманаттың түрлері көп. Аманаттың түрлері көп. Ең бірінші аманат ол біздің мынау ғибадаттарымыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге аманат етті. Ең соңғы қоштасу қажылығы естеріңізде ма? Өмірден өтетін кезде
120 мың сахабаны жинап ең соңғы қажылығына. Сол уақытта жаңағы анау Арафатта хұтпа оқыды. Барлығына халал харамды бүкіл діннің негізгі мәселелерін айтып болды да ең соңында мен сендерге жеткіздім ба деді. Өзіме уахи етіп Алладан келген бүкіл уахид сендерге жеткіздім ба деп сұрады. Сонда барлығы жеткіздіңіз я Алланың елшісі деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам саусағын былай көтеріп Аллахумма фашхад, Аллахумма фашхад, Аллахумма фашхад деп 3 рет айтты дейді. Я Алла куә бол, я Алла куә бол, міне мен жеткіздім деп мойнынан аманатты түсіріп бізге жүктеп кетті. Қараңыз, осы мына ғибадаттар әлі күнге дейін қалмай оқылып келе жатқан намаз, әлі күнге дейін қалмай ұсталып келе жатқан ораза, қажылық, зекет, бағанағы айтылып жатқан ғибадаттың барлығы мынау біздің мойнымыздағы аманат екен. Ең үлкен аманатымыз осы. Одан кейін денсаулық аманат, одан кейін әйел, бала шаға, отбасы аманат. Ер кісінің мойнындағы үлкен аманат. Қазіргі күні шынымен де бұл жағына да салғырт қарап жатқан адамдарды білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендер әйелдеріңді Алланың сөзімен өздеріңе аманат етіп алдыңдар. Енді сол аманаттарыңда Алладан қорқыңдар. Екінші бір хадисте кім-де-кім өзінің баласын, белінен шыққан баласын қарамай тастап кетсе, қиямет күні Алла Тағала оған да қарамайды дейді. Ла янзуру илейхим деп Құранда Алла Тағала мүшрик кәпірлер жайында айтады негізінде. Ана Аллаға сенбей қарсы шығып қасарысып келген кәпірлер бар ғой. Алла Тағала оларға назар да тастамайды, қарамайды дейді. Есепте алмайды. Неге сен бүйттің, мынаны неге істедің деп айтпайды, бірден тозаққа жібереді. Мына жерде соған теңеп тұр да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, оларға Алла Тағала қарамайды дейді. Неге? Өйткені ол баласына қараған жоқ. Осындай үлкен аманаттар бар мойнында мұсылманның. Соны орындау, соны атқару қазіргі күні ол үлкен проблема болып тұр. Елдегі статистиканы білесіздер, ажырасу деген статистиканы, тастанды балалардың статистикасын білесіздер, күнде жаңалықтан көріп отырсыздар. Бұның барлығы ненің кесірі? Ең бірінші адам Алладан қорықпағанның кесірі. Екінші өзінің осы мұсылмандық парыздарына салғырт қарағанның кесірі. Үшінші өзінің Алла Тағала түсірген кітап, Алла Тағала жіберген елші, жалпы ислам діні жайында ізденіп оқымағанның кесірі. Егер соның барлығын білсе, соның барлығын меңгерсе, бұл ондай іске бармас еді. Баруы мүмкін, бірақ екіталай. Көрдіңіздер ме, осындай аманаттарымызға берік болу, ол да бір мұсылманның тиянақтылығына жатады екен. Одан кейін тағы бір маңызды мәселе, құрметті бауырлар, жамағат, тазалыққа мән беру дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көп хадистерде келеді, осындай жиындарда отырған кезде біреудің тісі сарғайып келгенін көрсе, біреудің жағасының кір болып келгенін көрсе, немесе тағы сондай тазалыққа қатысты бір нәрсені байқаса, ешкімнің пайғамбар саллаллаху бетіне басып айтпаған, тұршы, не тісің тіспай жүрсің деген сияқты әңгіме айтпайды. Бірақ оны міндетті түрде ескерткен. Міндетті түрде ескерткен. Бір хадисте келеді, бір күні тісі сарғайған біреуді көрді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мә бәлу ақуамин деп бастады дейді. Біреулерге не болған? Тістерін тазаламайтындай. Не басына күн туып жүр, ол не шаруа ол соншама тісін тазалауға үлгермейтін деген сөз ғой. Бірақ ана естіді ғой отырған адам. Көрдіңіз ба? Ескертуді алды ол, түсінді. Сол сияқты тағы бірде дейді, осындай бірге мысалы топтасып келесіз ғой, жаңа екеуіңіз келдіңіз намазға, үшеуіңіз келдіңіз деген сияқты. Сол біреуісінің үстіндегі киімі кір-кір болып келді дейді. Кір-кір болып келді дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мыналар қайтып бара жатқаннан кейін қасындағы біреусін ұстап алып қалып, ана серіктеріңе айтыңдаршы, жолдастарыңа, киімін жуып тазалап жүрсін деп айтты дейді. Қараңыз, адамдардың алдына шығып жатыр ғой, ұят қой. Ақылы бар, кәдімгі есі дұрыс адам, әпайдық адам. Әйелі жоқ шығар, мүмкін тағы басқа нәрселер шығар. Бірақ екі қолы бар ғой, жуып тап-тазалап кептіріп, адамдардың алдына сондай бір жағымды болып шықсын деген нәрсені айтады. Көрдіңіз, қарасаңыз, ол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жай әшейін, ал не әңгіме, не жаңалық деп әңгіме айтайық деп бос отырған жоқ қой. Ол жерде Алла Тағаладан түсіп жатқан уахиді жеткізіп отыр да. Үлкен-үлкен парыз амалдар айтылып жатыр. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ойында қаншама Мәдинаны қорғау, айналада жан-жақта мүшриктер бар, басқа да адамдар бар. Төтеннен жау төніп келуі мүмкін, обороналық мәселелер, экономикалық мәселелер, оның миында 1000 миллион шаруа бар. Бірақ соның бәрінен аттап көрген кезде әшейін біреудің тісінің сарғайғанын ескертуі, ол нені білдіреді? Ислам дінінде тазалыққа өте қатты мән берілетінін білдіреді бұл. Тазалық ең маңызды нәрсе екенін көрсетеді. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Ат-тухуру шатрул иман деді.
тазалық иманның жартысы дейді. Қараңыз, ана тісті тазалауға қандай баға беріліп тұр да? Иманның тең жартысы дейді. Көйлектің тазалығына қандай баға беріп тұр? Иманның тең жартысы дейді. Сондықтан да мұсылман адамға тән тағы бір нәрсе, осындай жұмаға, жамағатқа, адам көпшілік жиналатын жерге келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеті қандай амал бар? Ғұсыл құйыну деген сүннет бар. Жуынып, шайынып, тап-таза болып, үстіне әтірін, иіс майларын, неше түрлі хош иістерін сеуіп, солай келу да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам анау пияз жеген адам мешітке келмесін деп неге айтты? Не себептен деді? Періштелер зиян көреді одан деді. Ана иіс, жағымсыз иіс періштелер қашады дейді. Ал біздің жүрген жерімізде, отырған жерімізде, айналамызда қаумалап берекесін кіргізіп отыратын, әрбір айтқан сөзімізге әмин деп дұға етіп отыратын, я Алла, мына пендеңді кешір деп сен намаздан тұрып кеткенге дейін дұға қылып тұратын, рахымыңа ал деп дұға қылып тұратын, оның бәрі періштелер емес па? Одан бөлек адамның қорғаушы періштелері бар. Қорғаушы, сені жамандықтан қақпайлап, Алланың қалауымен, Алланың әмірімен қорғап жүретін, соның барлығын қашыратын ол не екен? Адамның үстінен шыққан жағымсыз иіс екен. Сондықтан жұмаға келген кезде адам иісін сеуіп, жаңағы киімдерін тазалап, әсіресе студент балдар бар, оқушы балдар бар шығар мүмкін, жас балдар, ана нәскиді ерінбей, жақсылап кірсабымен жуып, 3 рет шайып, кептіріп. Тым қиын нәрсе емес қой мысалға да. Мен мамам жоқ, әйелім жоқ, басқам жоқ. Ол әйелің болғанда да жуам ма сен нәскиіңді ертең, ол екінші вопрос та. Сондықтан әдемілеп, киімді жуып, тазалап, жақсы иістеріңіз болса, соны сеуіп, осылай шығу, ол біріншіден қараңыз, Алла тағаланың ризалығы, екіншіден сізге періште үйір болады. Анау пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірінен білесіздер, періштенің біздің ислам ақидасында бар, сондай тағы бір 2 минут уақыттарыңызды алайын. Періште адамның бейнесіне кіре алады. Кейде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға адамның бейнесінде келіп, сұрақтар қойып кететін риуаяттар бар ғой. Сол жерде сахабалар сипаттайды ғой. Шашы қап-қара, киімі әппақ, тап-таза. Таныдық деп айтайын десек, жергілікті адам емес, ешкім танымай отыр. Сырттан келді деп айтайын десек, жол жүріп келген адам емес сияқты, үстінде деген шаң жоқ. Жаңа ғана аспаннан түскен сияқты деп тұр ғой енді. Сондай таза болып келді дейді. Және көбіне көп кімнің бейнесіне кіретін еді, танитындардың ішінде кімнің бейнесіне кіретін еді деп сұраған кезде, Дихия ибн Халифа әл-Кәлби деген сахабаның бейнесіне кіретін еді дейді. Ол сахаба сондай түрі де сымбатты, киімі де тап-таза, сондай өзіне ұқыпты, қатты қарайтын сахаба болған да. Ер кісі ғой, сондай қатты қарайтын сахаба болған. Сол үшін соны таңдап тұр да періштенің өзі. Тазалықты сүйіп, соның бейнесіне енді кіріп тұр да. Қараңыз да. Үшіншіден, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті және мұсылманға тән сипат, мұсылманға тән қасиет. Біз қоғамда жүрген кезде, басқа дін өкілі болуы мүмкін, немесе діннен өте алыс, намаз оқымайтын адам болуы мүмкін, соларға біз айнамыз да, мешіттің айнасымыз. Сырттан мешіттен шығып келе жатқандар адамдар қарап тұрады да, мешітке оның ар жағында исламға баға береді. Біреу қызығып кіруі мүмкін, Рамазан айы ғой, келейінші деп. Сол кезде сіздің үстіңізден бір жағымсыз иіс шығып тұрса, немесе тағы да басқа ауып-сауып қалай болса солай киініп алған, май-май болып жүретін болса адам мысалға да. Жұмысы шығар, енді әртүрлі жағдайлар болады, адамдар түсінігі болады. Бірақ содан ол жағымсыз әсер алып қалса, ертең ол исламға деген көзқарас сондай болуы мүмкін. Ол намазға тым жақсы келгісі келіп жүрген адам, ол намаздан жиреніп кетуі мүмкін, мысалы сондай нәрселер болуы мүмкін, соған біз себеп болып қалуымыз мүмкін.